КСРОда Семей полигонында тұңғыш атом бомбасы сынақтан өткізілді. Ұлы даламызға қасірет әкелген алғашқы ядролық жарылыс осылай басталды. Одан кейін тағы жарылыс. Солай жылдар бойы жалғаса берді. 30 жыл бұрын елбасы жарлығымен Семей ядролық сынақ полигоны жабылды. Жиыны 456 ядролық қару сынақтан өтті. 86-сы әуеде, 30-ы жер үстінде, 340-ы жер астында жасалды. Полигон аумағы 18.500 шаршы метрді құрады. Радиациядан 1,5 миллионға жуық халық зардап шекті. Сол сынақтардың куәсі болған және полигон аумағына жақын елді мекендерде өмір сүріп жатқан халықтың тыныс тіршілігімен танысып, тілдесіп қайтпақпыз. 89 жылы атом жарылысын тоқтатты. Бүкіл ел болып енді оны қостадық. Бірақ атом жарылысы тоқтағанмен оның зардаптарын жою жайында әңгіме кейінге қалып қойды. Енді бар адамдарда мысалы үшін экологиялық мүгедектер бар. Олар тиісті бір азынаған қаражаттарын алады. Бірақ ол түк көтермейтін заман. Баға мынадай, дүние мынадай кезде ол түк көтермейтін нәрсе. Саржал сынақ полигонына жақын орналасқан елді мекен. Небәрі 10 шақырым жерде полигонның шекарасы басталады. Мына полигонның құжаттарында бұны телкем 1, телкем 2 дейді. Осы жерде 1960 жылы мекен сутегі бомбасы тасталған үлкен 2 апан бар. Көл бар. Атылып жердің астынан шыққан су сол күні бүгінге дейін жатыр. Содан шыққан топыраққа міне неше жыл болды? 60 жыл болды, соған бір тас өп шыққан жоған. Оның енді атомның зияны неме дейсіздер? Серікбай Ақсақал Саржалдың байырғы тұрғыны. Ядролық сынақ болған жерге жақын орналасқан ауылдың адамдары интернет байланысының нашарлығынан аудандық қалалық ауруханаларға тіркеле алмай, уақытында ем-домын ала алмай, қиындық көріп жүргенін жеткізді. Соған қарап алмай жатыр. Енді мысалы бәленбай күн тосады, ауру тосып енді қарасаңыз. Полигон зардабынан ауырған адамдар көп. Қан қысымымен, әлгі аққан дейміз глюкоз, рак ауруынан, қан қысымы, тағы өте көп осы полигон зардаптар көп. Күміс бағдарламасына кіріп, біз хирургке ма, эндокринологқа ма, кардиологқа ма солай бағыттауымыз керек. Мына программа істемей қалса, бізде интернет жоқ болғандықтан кей күндер істемей қалды. Осы жолын 10 шақты күн істемей қалды. Келген кісіні бірнеше сағат бойы ұстап, мынадан жібере алмай отырамыз міне. Міне айналып тұр, көріп тұрсыздар, істемейді міне. Загрузкіде өстіп айналып тұрып алады. Бір келген приемға кісі біз 15 минут қана қабылдауымыз керек заң бойынша. А мен бір кісіні бірнеше сағат бойы направление бере алмай өстіп отырам міне. Осы айналып тұрып алады. Абай ауданына қарадық қой біз. Абай ауданынан территориясында шөп болмай, мал азығы болмай, мен пермемен келуші едім осы мына жерде Тәбеке деген жерде. Сонда біз бірінші сол алғы полигонға бардық. Полигонға бардық, 40 мың гектар жерді галюшемен қоршаған екен. 2 қатар, 3 қатар. Соның ішіне кіріп, сваркамен кесіп, галюшелердің о кезден тастап кеткен бе, кім білсін әйтеуір. Ішіне ұлықсат берді, Ильенко деген генералдан ұлықсат алды Абай ауданы. Сонымен сол жерде біз шөп шаптық. Сонан бері қарайғы өмірі осы жерде өсіп келе жатыр. Көп жылдан бері қарай сол зонаның жерінде шөп шауып, мал азығын дайындадық. Ешқандай адам баласында малға, жанға зияны жоқ бұның, деді. Сонан кейін біз иландық, сол бетінде келе жатырмыз әлде. Ал енді оның біз қазір көзіміз жетті. Сол кездегі шөп шөпқан сөздегі механизаторлар, аспазшылар, учетчиктер, трактористтер біреуі 50 жасқа жетіп кеткен жоқ, түгел өмірден өтіп кетті. Осының бәрін куәгерім мен. Ал енді менің бірге жүрген жолдастардың өзі сол 50-60-тың ішінде 70-ке жетпей көбісі кетіп қалды. Біз алымына Саржалды төтенше қауіпті дейді, бізді өте қауіпті дейді. Өте қауіпті халыққа немен жасап отырмыз біз? Мына пенсияға ертерек шығарсамыз зардап шегіп отырған, ядролық сынақтан зардап шегіп отырғандарға. Оларға дәл компенсация деме дейді, сондай көмек беруге болады ғой. Көп халық емес бұл жерде. Атом бомбасы алғаш сыналары кезде әскерилер қайнар халқын түгелдей көшірген екен. Бірақ осы атом бомбасы адам денсаулығына
қалай әсер етті деген ниетпен 40 адамды осы жерге тастап кеткен. Кейіннен сынақтардың салдарынан сол 40 адам түрлі дерттерге шалдығып өмірден ерте өткен екен. Міне сол қайғылы кезеңдерді еске салатын оқиға болғандықтан осы жерге ескерткіш орын тепкен. Туға өскен жерден қайда барамыз, біз қайда шыға алмаймыз. Сол аман есен әйтеуір Алланың берген қуатымен жүріп жатырмыз. Биттей кезімізден осы полигонның жерінде болдық. Ол саңырауқұлақ, аспанға жарған саңырауқұлағында көрдік. Осы барлығын қиындығын көрдік. Осы біз полигонның жерінде отырамыз ғой біз. Ешқандай бұлай неде жақын жуығымыздың бәрі соның зардабынан өліп жатыр. Мың өліп, мың тірілген қазақпыз ғой біз. Бәріне шыдаймыз, бәріне шыдап келе жатырмыз енді. 40 жыл полигон зардабын тартқан кезінде Абырал ауданының орталығы болған Қайнар ауылында халық саны жылдан жылға азайып келеді. Басқа жаққа қоныс аударып жатқан жандардың ішінде дәрігерлер де бар. Жергілікті ауруханада мамандар тапшылығы байқалады. Ең жоғары радиациялық қауіпті аймақтағы емдеу мекемесіне бөлінген қаржыда азайып, елге қажетті ақы халатты абзал жандарды жұмысқа алу мүмкін болмай отыр дейді бас дәрігер. Көп жағдайда біз қаржыға тіреміз ғой. Қаржыға тіреміз де сол адамдардың басына бөлінеді, ол әрине ол қаржы аз. Өйткені халық аз болғандықтан ол қаржыға сен мына мекемені ұстау, маманды ұстау мүмкін емес. Содан ақ көрініп тұр, осы деңгейде қазір міне сол жағынан бізге өте қазір қиындықтар туып тұр. Сондықтан мына жеке мен ой, ол тарифті әр адамның жеке көмек статус беру керек болар шығар. Мысалы үшін сол ерекше статус беріп. Содан кейін әр адамға бөлінетін тарифті көбейту керек шығар. Өйткені әр маманды осы емхананы осы деңгейде көмек көрсететін ұстау үшін басқа жол жоқ. Сондықтан осы деңгейде қаржы бөлу мәселесі шешсе халықты ұстау керек. Жаңа маман керек, маманды ұстау керек. Маман керек, жаңа лаборантың керек, рентгеннің керек, дәрігерлер керек. Оларды ұстау үшін қаржы керек әр адамға. Ал енді біздегі мысалы бір еріксіз қаржы жоқтықтан біреу жарты ставка істеуге мәжбүр болады, жұмыстан кетуге мәжбүр болады, қысқартылуға. Сондықтан олардың сапа төмендейді. Дәрігер болмағаннан кейін, жаңа мамандар болмағаннан кейін, олардың үлкен жұмыс істеуіне мүмкіндік болу үшін сондай. Осы қазіргі қиыншылық осы сол болып тұр қазір. Семей ядролық сынақ полигондағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік жағынан қорғау туралы заңда аймақтағы жұмыс істейтін азаматтардың жалақысына ай сайын 4375 теңге ғана экологиялық үстеме қосылады. Бірақ оның өзіне барлық азаматтардың қолы жете бермейді. Жеке бизнеске жалданып жұмыс істейтіндер азын-аулақ төлемнің өзін ала алмайды. Салыстырмалы түрде алсақ, Арал өңіріндегі экологиялық қасірет салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы заңға көз салайық. Арал өңірінде экологиялық қасірет шеккен халыққа берілетін жұмыскерлерге еңбекақыға 1,5 коэффициент, яғни 50% лауазымдық айлық ақысына қосымша есептеліп тиісті төлемдер жүргізіледі. Ал дағдарыс аймағы бойынша Қызылорда қаласы мен Байқоңыр қаласы бойынша сонымен қатар аудандарға оларға 1,13 коэффициент, яғни 30% еңбекақыға қосымша төлемдер жүргізіледі. Демек, жалақысы орташа есеппен 100 мың теңге болса, қосымша 50 мың теңге экологиялық төлем ретінде береді. Сонымен қатар қосымша еңбек демалысын берумен бірге бір айдағы орташа жалақы есебінен материалдық көмек көрсетіледі. Сонымен қатар дәрі-дәрмектерді дәрігерлердің рецепттері бойынша тегін және құнының 30% кемітіліп сатып алуға, тіс протездерін тегін және құнның 20% кемітіліп жасату және жөндетуге, санаторий, курорт жолдамаларымен тегін қамтамасыз етуге, мүгедектерге сауықтыруға арнап берілетін жыл сайын жәрдемақыға, коммуналдық қызмет, электр қуаты, газ, жылу үшін төленетін ақыны 50 және 25%-ке кемітуге, жеке немесе кооператив тұрғын үй салуға процентсіз несие алып, оның 50%-ын өтеуге көмек ала алады. Ал Семей сынақ полигонынан зардап шеккен жандарға айына жалақысына қоса 4167 теңге ғана береді. Айырмашылық жер мен көкте екенін аңғару қиын емес. Ал мұндай төлемдер Семей сынақ полигон аумағында тұратын халыққа неге берілмейді? Мен өзім 4 ағайындымын. 4 ағайындың ішінде қазір өзім жалғыз қалдым. Өңкөстің барлығы осы полигонның ауруынан, рак деген аурудан барлығы қайтыс болып кетті. Полигонның жабылуына 30 жыл деп жатырмыз. Оның үстіне біздің мемлекетіміз 30 дамыған мемлекеттің қатарына кіріп кетті дейміз. Ал бірақ
осы және полигоннан зардап шеккен халықты әлеуметтік жағынан қорғау жөнінде қаулы бүгінгі күнге дейін әлі күнге дейін іске аспағанына біздің халқымыз наразылық білдіреді. Семей ядролық сынақ полигонда ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес төтенше және радиация қаупі ең жоғары аймақтарда 1949 жылғы 29 тамыз бен 1963 жылғы 5 шілде аралығындағы кезеңде кемінде 5 жыл тұрған азаматтар ерлер 50 жастан, әйелдер 45 жастан зейнеткерлік төлем алуға құқылы. Ал 1958 жылдың 6 шілдесінен бастап полигон жабылғанға дейін сол өңірде туып тұрған ер адамдар 63, әйел адамдар 58 жаста экологиялық зиянсыз аймақтардың зейнеткерлік жас мөлшерімен теңестірілген. Ядролық сынақ қасіретін шеккен жандар мемлекет назарына алынып, халқын зейнеткерлікке ерте шығаратын кез жетті дейді Қайнар ауылының тұрғыны Серік Ақышев. Енді осы қаулының ішінде бүгінгі күнде 1958 жылдың 5 шілдесіне дейінгі туған азаматтар қамтамасыз етілді пенсияға шығып. Енді 63 жылы туған азаматтарға әлі күнге дейін ондай пенсия тағайындалған жоқ. Ең бірінші осы қазіргі біздің халқымыздың талап тілегі, арыз өтініші осы 63 жылғы туған азаматтарға дейін жаңағы әйел жолдастар қазір бүгінде 45 емес, уже алды 60-қа келді, 63-ке толғандар қазір 58 жаста. Сондықтан осы азаматтарды ең бірінші зейнетке шығаруды қолға алса. Онан кейін осы қаулының ішінде бірнеше пункттер бар. Осы полигоннан зардап шеккен халықтарды әлеуметтік жағынан қолдау. Оның ішінде осы полигонның зардабынан бүгінгі күнде мүгедек болып мүгедектік алатын азаматтарды қаржылай көмек беру, оларға арнайы санаторийлар ашу, арнайы ауруханалар ашу, және оларды жеңілдікпен бола ма, жоқ әлде тегін бола ма, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету. Бұл мәселе біздің мемлекетімізде бүгін қолға алынып тұрған жоқ. Мынау пенсияның өзі ұзарып кетіп жатыр. Мынау негізі әйел адамдарды да ертерек шығаруға болады, жастарына қарап. Сол қазір енді мына бұлай алып қарасаңыз, қазір 60-70-ге жетпейді ел. Ал енді 60 бәленге кеп пенсияға шығарады. Соны қызығын көріп аладалмай жатқан өліп кеткен адамдар бар. Семей полигон ядролық қаруға ғана емес, тірі адамға тәжірибе ретінде жүргізілген сынақ деуге болады. Қайғы мен қасірет орын алған аймақтың халқы лайықты қолдаудың болғанын қалайды. Ядролық сынақтардың зардабы Хиросимаға тасталған бомбалардан 2,5 есе қуатты болды. Елдің берекесін алып, құтын қашырған осынау кең даламызға қайғы қасірет әкелген зұлмат енді ешқашанда болмасын.